Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli ağayınlar. Ауру Алланың жазған тағдыры. Ауруға ем іздеу ол біздің шешіміміз. Үйлену, кіммен үйленетініміз ол Алланың құзырында жазылған тағдыр. Ажырасу оны біз шешеміз. Өміріміздегі, айналамыздағы адамдардың болуы ол Алланың бізге жазған тағдыры. Бірақ оларды өмірімізге сақтаймыз ба? Әлде олармен қарым-қатынасымызды үземіз бе? Ол біздің шешіміміз. Дәл солай өлім Алланың тағдыры. Бірақ одан сақтанамыз ба? Сақтанбаймыз ба? Оны біз шешеміз. Құрметті ағайындар, қазіргі таңда өкінішке орай бұл әлемді жаулаған індеттен қайтыс болып жатқандар аз емес. Біздің үндеуіміз, құрметті ағайындар, егер де бұл індетпен қайтыс болып жатқан адамдар бар болса, көп ағайын туыстарды шақырмай-ақ, сол аз ғана барыменен тез жерлеуге әрекет жасап, жаназа намазында ара қашықтық сақтап, көпшілікпен амандаспай, қолмен амандаспай, барынша сақтық шараларын қолдануымыз керек. Құрметті ағайындар, бұл өлімге апарар жолдан сақтану. Бұл біздің шешіміміз. Мысалы, бір кісі келіп, мен жоғарғы қабаттардан өзімді тастайыншы, Алла сақтаса сақтайды, сақтамаса өлем, тағдырым ғой дей алмайды. Ол өзі-өзіне қол жұмсау болады. Дәл сол сияқты, құрметті ағайындар, оны Алла шешеді, кімге жұғады, немесе кімге жұқпайды, кім өледі, кім өлмейді, әрине Алла шешеді. Бірақ оған қарай қадам басу ол біздің шешіміміз. Сондықтан хадистерде де келгендей, бір жерде бір індет болып атса, о жердегілер өзге елге шықпасын, өзге елдегілер де ол жерге кірмесін деген Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Осы хадиске орай, осы хадиске сай, Құдай қаласа, біз де сақтану шараларын қолданайық, Құдай қаласа, барынша. Бұл індетті сіз бен біз болып жеңеміз, Құдай қаласа, иншалла. Ата-бабаларымыз бізден бұрын бұл індеттен де қиынрағын жеңген, Құдайға шүкір. Ашаршылықты да көрді, қанша соғыстарды да көрді. Алла амандық берсін ағайын. Алла сізден және баршамыздан разы болсын. Ассаламу алейкум.